27 желтоқсанға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты күнді маңызды істермен бастамаңыз. Көптеген тоқтылар таңертеңнен бастап шаршау мен мазасыздықты сезінеді. Кейбір жоспарларды кейінге қалдыруға немесе мүлде тоқтатуға тура келеді. Түсініксіз мәселелермен айналысу қиын болады. Оқу бұрынғыдан сәл қиынырақ көрінеді. Сабырлы болыңыз, қиындықтар көп ұзамай аяқталады. Күннің ортасына қарай өзіңізде күш-қуаттың артқанын сезінесіз. Қоршаған адамдар сіздің бастамаларыңызды қолдайды. Өзіңізге деген сенімділік кез келген күтпеген жағдайда жеңуге көмектеседі. Кейбір іскерлік қарым-қатынастарды романтикалық деңгейге ауыстыруға бейім боласыз. Торпақ, асықпаңыз, шешім қабылдауда асығыстыққа жол берсеңіз, қателіктерге ұрынасыз. Артық оптимизм мен өзін-өзі сенімділік тығырыққа тіреуі мүмкін. Шамадан тыс уәде беруден аулақ болыңыз, әйтпесе жауапсыз немесе сенімсіз адам ретінде қабылдануыңыз мүмкін. Көптеген торпақтарға жағдайды дұрыс бағалап, нәтижесін болжау қиын болады. Алайда күнделікті жұмыстарды қиындықсыз орындайсыз. Кешкі уақыт достармен және туыстармен қарым-қатынас жасауға қолайлы. Егер сізге пайдалы кеңес берілсе, оны тыңдаңыз, ол жақын арада қажет болуы мүмкін. Егіздер, көп нәрсеге үлгересіз, бірақ бұл үшін күш салуға тура келеді. Күннің басында көптеген егіздер жұмыс мәселелерін тұрмыстық істермен үйлестіруге мәжбүр болады. Бұл оңай болмайды. Барлық егжей-тегжейлерді тез түсіну әрдайым мүмкін бола бермейді, бірақ асықпаңыз және басқалардың сізді асықтыруына жол бермеңіз. Ең күрделі тапсырмаларды күннің екінші жартысына ауыстырған жөн. Барлығын өз бетіңізше шешуге тырыспаңыз, айналаңыздағылардың көмегі орынды болады. Әртүрлі адамдармен тіл табысу оңай болады. Бұл тек жұмысқа ғана емес, жеке өмірге де қатысты. Шаян істерді ретке келтіруге қолайлы күн. Сіз мұқият және тәртіпті боласыз, сондықтан егжей-тегжейлерге назар аударуды қажет ететін кез келген жұмысты сәтті аяқтайсыз. Көптеген шаяндар болашағы бар байланыстар орнатып, басшылықтың назарын өзіне аударады. Күннің ортасында сіздің кінәңізден емес, жоспарлар бұзылуы мүмкін. Дегенмен өз-өзіңізді ұстай білесіз және жағдайға тез бейімделесіз. Кешкі уақыт достармен кездесуге өте қолайлы. Егер сіздің ортақ кәсіби қызығушылықтарыңыз болса жақсы, бірақ бұл болмаса да сөйлесетін тақырып табыла кетеді. Арыстан қарапайым күн емес. Дегенмен қалауыңыз болса, кез келген өмірлік қиындықты жеңе аласыз. Кейбір арыстандар шамадан тыс ренжігіш болады. Ұсақ түсінбестіктерге үлкен мән беру бейімділігі айналаңыздағы адамдармен тіл табысуға кедергі келтіруі мүмкін, тіпті сіз олармен әдетте жақсы қарым-қатынаста болсаңыз да. Шамадан тыс қатаң болмаңыз. Оқиғалардың оң жақтарына назар аударыңыз, сонда жанжалға негіз жоқ екенін көресіз. Жағдайлар кешке арналған жоспарларды өзгертуге мәжбүр етеді. Дегенмен сіз уақытты қалай тиімді және көңілді өткізуге болатынын таба аласыз. Бикеш жұмыс ырғағына біртіндеп кіріңіз. Бастапқыда шоғырлану қиын болады. Көптеген бикештер болмашы нәрселерге алаңдауға бейім болады. Сондықтан күнді күрделі және жауапты тапсырмалардан бастамаған жөн. Ағымдағы істермен айналысыңыз, бұл сізді өнімділікке бейімдейді. Күннің екінші жартысында жеңілдік пен шабыт сезінесіз. Сондықтан күннің кез келген қиындықтарын жеңу оңай болады. Тәжірибелі таныстардың кеңестері дұрыс шешімдер қабылдауға көмектеседі. Кешке тұрмыстық жұмыстармен айналысып, отбасы мүшелерін осы іске қатыстыру артық болмайды. Таразы, таңертең оңай болмайды, бірақ кейін сіз барлығын орнынан толтырасыз. Алғашында айналаңыздағы адамдармен, әсіресе басшылықпен және ықпалды тұлғалармен ортақ тіл табу қиын болады. Көптеген таразылар күш-қуаттың азайғанын, шаршауды және мазасыздықты сезінеді. Кейбір кездесулерді өз кінәңізден емес, кейінге қалдыруға тура келеді. Қоршаған адамдармен дауласпауға тырысыңыз, бұл тек уақыт жоғалтуға келеді. Біршама уақыттан кейін қарым-қатынасты жақсартуға және көмек сұрауға қолайлы кезең басталады. Сіздің күш-жігеріңіз күткен нәтижеге жеткізеді. Перспективаларды дұрыс бағалап, пайда болған мүмкіндіктерді пайдаланасыз.
Саршаян қарым-қатынас пен маңызды сөйлесулерге тамаша күн. Кейбір саршаяндар көптен күткен маңызды жаңалық алады. Перспективалық идеялар пайда болады, және жақын арада оларды жүзеге асыруға болады. Келіссөздердің нәтижесі сізді қуантады. Бірақ әріптестеріңізбен немесе іскер серіктестеріңізбен бос әңгімеге уақыт жұмсамаңыз. Маңызды тақырыптарды бейресми жағдайда талқылаған жөн, бұл өзара түсіністікке тезірек жетуге көмектеседі. Егер үлкен жастағы туыстарыңыз немесе тәжірибелі әріптестер кеңес берсе, оған құлақ асқаныңыз жөн. Кешкі уақыт сүйікті адамыңызбен маңызды мәселелерді талқылауға қолайлы. Мерген күн күш-қуат пен энергия толқынымен басталады. Сіз стандарттан тыс жағдайларды сәтті шешесіз. Көптеген мергендер айналасындағы адамдарды оңай баурап алады. Жаңа байланыстар орнатуға қолайлы сәт. Түстен кейін жоспарларды жылдам өзгертуге тура келуі мүмкін. Бірақ эмоцияларыңызды бақылап, бос ойымға уақыт жұмсамасаңыз, бәрін сәтті атқарасыз. Күннің екінші жартысы қоғамдық орындарға баруға өте ыңғайлы. Бұл сізге көп қуаныш сыйлайды. Қызықты адамдармен танысу мүмкіндігі жоғары. Олар романтикалық оқиғаның бастамасы болуы мүмкін. Тәуешкі күн сәтті өтеді, бірақ қиындықтарсыз болмайды. Көптеген тәуешкілер жігерлену мен әрекет етуге деген ұмтылысты сезінеді. Ішкі мазасыздық сізді барлық іске араласуға итермелеуі мүмкін. Бірақ бұл сезімге ерік бермеңіз, әйтпесе өзіңізге шамадан тыс ауыртпалық артасыз. Кейбір істерді басқалар сіздің көмегіңізсіз ақ жақсы атқарады. Түстен кейін ұсақ түсінбеушіліктерге көп мән бермеңіз. Осылайша бәрі жақсы өтеді, әріптестер мен туыстармен келіспеушіліктерден аулақ боласыз. Су құйғыш, сіз көп нәрсеге қол жеткізесіз. Жаңа нәрсені үйренуге, күрделі мәселелерді шешуге және бұрынғыдан қиын сұрақтарға жауап табуға қолайлы күн. Сіз басқалар үшін қиын болып көрінген нәрселерді түсінесіз. Болашақта пайдалы болатын сәтті таныстықтар күтіледі. Маңызды тақырыптарды достық және жайлы жағдайда талқылаған жөн. Көптеген су құйғыштар өздерінің энтузиазмымен айналасындағыларды шабыттандырады. Сіз үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады, және сіз оларды жіберіп алмайсыз. Жеткілікті күш салсаңыз, болашақ табыстарға сенімді негіз қаласыз. Балықтар барлығы ойдағыдай бола бермейді, бірақ үлкен қиындықтардан аулақ боласыз. Күннің басында көптеген балықтар ашуланшақ және асығыс болады. Бұл жұмыстың нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін. Жауапты тапсырмаларға бірден кіріспеңіз, алдымен жүйкеңізді ретке келтіріңіз. Сынақтан өткен одақтастардан көмек сұраудан қорықпаңыз, олар сіз үшін қиын болып көрінген істерді қолға алады. Біртіндеп оң үрдістер күшейе түседі. Ұсақ қателіктерді түзетіп жіберіп алғандарды қалпына келтіре аласыз. Романтикалық қарым-қатынастар ерекше үйлесімді дамиды.